Мұқаш, Нұрмұхаммед, бірінші ненің суретін көріп тұрмыз? Сағат деген кезде бірінші бізге қалай дауыс естіліп тұр? Дұрыс, қоса ғой кән. Сағат. Манан ашып қойған. Аға қоя сал. Қоса ғой, әдемі қоса ғой кән. Сағатпен сыны қосамыз, дыбысын, иә? Жарайсың. Ал ненің суреті? Алмұрт, иә? Алмұрт деген кезде біз қалай дауыс естіледі бірінші? Жарайсың. Ал мынау ненің суреті? Өрік деген кезде біз бірінші қалай дауыс естіледі бізге? Жоқ. Шатастырмаймыз, иә? Тамаша. Мынау ненің суреті? Ш дейміз, иә? Ш дыбысы қайда тұр екен? Ш. Кәне ш әрпі қайда тұр? Жоқ. Шана деген кезде ш тұр ғой мені. Асықпасай. Ал мынау ненің суреті? Дауыл. Толпа. Д. Жоқ. Д. Кәне бірінші көрсетші маған. Д. Кәне д әрпі қайда? Д. Кәне. Кәне енді сол д қайда? Тұр ғой мені. Қосамыз кәне. Одан кейін мынау ненің суреті? Кімнің суреті? Бала. Бала деген кезде біз бірінші Б. Дұрыс. Б кәне. Тұр ғой мені. Мін тұр ғой Б. Жарайсың. Ең бірінші ненің суретін көріп тұрмыз, Диан? Жоқ. Мынау ненің суреті? Кімнің суреті? Ата деген кезде бірінші қандай дауыс естіліп тұр бізге? Тамаша. Қосамыз кәне. Жарайсың. Екінші ненің суретін көріп тұрмыз? Орындық. Орындық деген кезде бірінші қандай дыбыс естіліп тұр бізге? Орындық. О. Қайда о? О, іздейміз о. Тамаша. Жарайсың. Одан кейін мынау ненің суреті? Не дейміз оны? Диван дейміз, иә? Диван деген кезде бірінші қандай дауыс естіліп бізге? Дұрыс. Д қайда д? Жоқ. Д. Жарайсың. Сол. Одан кейінгі суретте нені көріп тұрмыз? Мына суретке кетіп қой. Ненің суреті? Не ол? Шар ғой, иә? Шар деген кезде дұрыс. Жоқ. Ш дыбысы қайда? Тамаша. Қоса ғой. Жарайсың. Одан кейін сурет ненің суреті? Одан кейін. Не ол? Ненің суреті? Дұрыс. Гүл деген кезде бірінші қандай дауыс естіліп бізге? Тамаша. Қоса ғой. Г қайда? Жоқ. Г. Дұрыс. Жарайсың. Ең соңында ненің суретін көріп тұрсың астында? Ең астында ненің суреті? Дұрыс. Түйе деген кезде бірінші қандай дауыс естіліп бізге? Дұрыс. Қайда тұр? Дұрыс. Иә, дұрыс. Тамаша. Қара, Райымбек, бірінші ненің суретін көріп тұрсың? Ара деген кезде бірінші қандай дауыс естіледі бізге? Ара деген кезде қандай дауыс естіледі бізге бірінші? А дыбысы қане? Қайда? Дыбысы қайда? Жасқым Райымбек. Тұр ғой мені? Қосамыз кән. Екінші, мынау ненің суреті? Райымбек, ненің суреті? Мынау ненің суреті, Райымбек? Қызылша. Қызылша деген кезде бірінші қандай дауыс естіліп тұр бізге? Қ дыбысы, иә? Міне Қ дыбысымен қызылшаны қосамыз кән. Дұрыс. Мынау ненің суреті? Енді мына әріптерді сыны таба ал кән. Кәні с? Дұрыс. Ал кітап. Иә, мынау не мынау? Кітап деген кезде К дыбысы естіліп тұр бірінші, иә? Кән К дыбысын қақта. Ойланып жоқ. Кітап К дыбысын тауып аламыз кән. К әрпі қайда? Жоқ, К әрпі қайда? Қарасай жан-жаға әдемілеп К. Мін тұрған жоқ па? Мін тұр ғой? Асықпасай. Мынау ненің суреті? Астан деген кезде қандай әріп естіледі бірінші? Қандай дыбыс естиміз? Қайда? Жоқ, дыбысы. Яда. Дұрыс. Мынау ненің суреті? Қандай? Ненің суреті? Орындық. О, қайда? Жоқ, қоса ғой. Жарайсың, Райымбек. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Орам жапырақ деген кезде бірінші қандай дауыс естіледі бізге? Қоса ғой, кән о. Жарайсың. Ал екінші суретте не көріп тұрмыз? Жылқы деген кезде, жылқы деген кезде қандай дауыс естіледі бірінші? Жылқы деген кезде бірінші қандай дауыс естіледі бізге? Ж дыбысы естілмей ма? Кәне Ж дыбысын. Ж дыбысын іздесей ма? Әріптер ішінен Ж дыбысы кәні? Дұрыс. Мін тұр ғой Ж дыбысын жылқыға қосамыз кән? Жарайсың. Ал мынау ненің суреті? Бірінші деген кезде бірінші дұрыс айтасың. Дұрыс. Енді мынау ненің суреті? Деген кезде иә, кәні? Жарайсың. Тамаша. Ал мынау ненің суреті? Құстардың ұясы, иә? Ұя. Кәне? Тамаша. От деген кезде, ой, жарайсың, Дамир. Тамаша. Қарал, бірінші ненің суретін көріп тұрсың? Не мынау? Ненің суреті? Ара, иә? Ара деген кезде бірінші қандай дауыс естіледі бізге? Ара деген кезде бірінші. Ара деген кезде қандай дауыс естіледі бізге? Дұрыс. Қайда екен сол? Дыбыс қайда? Кәне дыбыс. Қосамыз енді екеуін, кән? Жарайсың. Ал мынау ненің суреті? Ненің суреті? Дұрыс. Қызылша деген кезде қоя тұр. Қызылша деген кезде бірінші бастапқы дыбысы қай дыбыс естіледі? Қызылша деген кезде бірінші қай дыбыс естиміз біз? Қызылша деген кезде. Қ дыбысы, кәне? Кәне Қ дыбысы. Кәне? Дұрыс. Ол Қ ғой, дұрыс қой. Енді соны қосса енді. Суретке апарып қосамыз. Жоқ, мына Қ менен қызылшаны қосайық та. Ал мынау ненің суреті мынау? Сәбіз деген кезде бірінші біз қандай дауыс естеміз? Естіледі бізге? Сәбіз дегенде асықпа. Бірінші қандай дауыс естіледі? Сәбіз дегенде. С дыбысы естілмей ма? Енді мына әріптердің ішінде С дыбысы ізде енді. Қайда С дыбысы? Кәне? Ізде, кәне С? С қайда? Жоқ, С қайда С? Сағат. Қоса ғой, сәбізге апарып қосамыз енді. Сәбізге апар енді. Ал мынау ненің суреті мынау? Кітап деген кезде бізге бірінші қандай дауыс естіліп тұр? Кітап деген кезде. Дұрыс, қайда К дыбысы? Дұрыс, қоса ғой. Жарайсың да Сарал. Енді мына ненің суреті? Астан деген кезде бізде қандай дауыс естіліп тұр бірінші? Дұрыс, қайда дыбысы енді?
Дұрыс, қосамыз кәне. Қосамыз, жарайсың. Ал мынау ненің суреті мынау? Орындық деген кезде біз қандай дыбыс естіміз бірінші? Дұрыс, қайда о? Іздейміз оны. Қайда о? О қане? Жарайсың. Қосамыз кән. Орындық пен о дыбысын қосамыз кән. Тамаша, жарайсың. Бірінші ненің суретін көріп тұрмыз, ненің суреті? Алма деген кезде бірінші қандай дыбыс естеді бізге? А, қоса алған. Алма мен а дыбысын қосамыз. Апар. Ой, жарайсың. Ал мынау ненің суреті? Ит, жарайсың. Ит деген кезде о, и дыбысын естеді екен бізге, иә? Жарайсың. Одан кейін ненің суреті? Нан, тамаша. Нан деген кезде н әрпі қайда екен? Ой, жарайсың, қоса қой. Тамаша. Ал мынау ненің суреті? Сандық, тамаша. Сандық деген кезде с әрпі қайда? С. Кәне с? Ең астында. Дұрыс. Сандыққа апарып не істейміз? Қосады екенбіз, иә? Сандыққа қосамыз. Сандыққа. С дыбысын сандыққа не істейміз? Қосады екенбіз. Ой, жарайсың. Ал одан кейін мынау ненің суреті? Велосипед, иә? Велосипед деген кезде в дыбысын не істейміз, иә? Қайда в дыбысы? Төбеде, қара, асықпай қара. Қоса қой, кән. Жарайсың. Қантөре бірінші ненің суретін көріп тұрмыз біз, кән? Дұрыс, дауысын қатты шығарамыз, шеге. Шеге деген кезде бірінші бізге қандай дыбыс естеді қоямыз? Шеге деген кезде. Қандай дыбыс естеді? Тұр. Кән? Ш дыбысы естеді екен, иә? Ш дыбысы қайда жерде? Кән, тауып бере маған. Жарайсың. Енді шегеге апарып қосамыз, кән, шегеге. Жарайсың. Келесі ненің суретін көріп тұрмыз, Қантөре? Қай жыл мезгілдің суреті? Жоқ, Қантөре, шатастырмаймыз. Қазір жылдың қай мезгілі бізде? Жоқ, қазір жылдың қай мезгілі бізде, Қантөре? Қыс екен, иә? Қыс деген кезде құлағымызға бірінші қандай дыбыс келді бізге? Қыс деген кезде. Қантөре, қыс деген кезде. Қандай дыбыс келді бірінші? Қ дыбысы естеді екен, иә? Қ дыбысын көрсетіп отыр. Қ дыбысы кәні? Қар дейміз, қалпақ дейміз, қолғап дейміз. Қ дыбысы қайда? Жоқ, ол К, иә? Қ дыбысы. Кәне? Қ дыбысы кән? Шегенің астына, шегенің астын дұрыс та. Не істейміз? Қыс мезгіліне апарып қосады екенбіз, иә? Қоса ал кән? Жарайсың. Дұрыс, тұра білді құламайды. Келесі, ненің суретін көріп тұрсың, Қантөре? Күрек, дұрыс айтасың. Күрек деген кезде бірінші қандай дыбыс келеді құлағымызға? Күрек. К, иә? К, қайда К? К дыбысы қайда? Бірінші тауып алайық дыбысты, иә? К қайда К? К. Қантөре, әріптердің ішіне жайлап қарасай, о, қайда апарамыз оны? Күрекке апарамыз. Дұрыс, жарайсың. Одан кейін ненің суретін көріп тұрмыз, Қантөре? Ненің суреті? Балық. Балық деген кезде бірінші қандай дыбыс естеді құлағымызға? Балық, кәне? Б дыбысы естеді екен, Б, иә? Кән Б дыбысы? Кәне? Б дыбысын көріп тұрсың ба, Қантөре? Бар ма сол жерде? Б дыбысы, кән? Қантөре, Б. Дұрыс, апара ғой балыққа, дұрыс, жарайсың. Дұрыс, тамаша. Енді Қантөре, одан кейін суретте ненің суретін көріп тұрмыз біз? Шайнек, иә, кастрюль, оның бәрі ыдыс аяқ деп айтамыз бір сөзбен, иә? Ыдыс деген кезде бірінші қандай дыбыс естіліп тұр құлағымызға? Ыдыс деген кезде, кән? Ы дыбысы естіліп тұр, иә? Қайда сол ы дыбысы? Кәне, ы дыбысы. Қайда тұр дыбысы? Дұрыс, қоса ғой, кәне? Сөйтіп әріптердің ішіне іздейміз ғой, балалар, сөйтіп табамыз, иә? Тамаша. Мына ең сонда ненің суреті? Домбыра. Жарайсың, домбыра деген кезде бірінші қандай дыбыс естіледі бізге? Домбыра деген кезде. Д. Қайда д дыбысы? Тамаша. Жарайсың. Бірінші ненің суретін көріп тұрмыз, ненің суреті? Алма деген кезде бірінші қандай дыбыс естіледі бізге? А, қоса ғой, кән? Алма мен а дыбысын қосамыз. Апар. Ой, жарайсың. Ал мынау ненің суреті? Ит, жарайсың. Ит деген кезде о, и дыбысын естеді екен бізге, иә? Жарайсың. Одан кейін ненің суреті? Нан, тамаша. Нан деген кезде н әрпі қайда екен? Ой, жарайсың, қоса қой. Тамаша. Ал мынау ненің суреті? Сандық, тамаша. Сандық деген кезде с әрпі қайда? С. Кәне с? Ең астында. Дұрыс. Сандыққа апарып не істейміз? Қосады екенбіз, иә? Сандыққа қосамыз. Сандыққа. С дыбысын сандыққа не істейміз? Қосады екенбіз. Ой, жарайсың. Ал одан кейін мынау ненің суреті? Велосипед, иә? Велосипед деген кезде в дыбысын не істейміз, иә? Қайда в дыбысы? Төбеде, қара, асықпай қара. Қоса ғой, кән? Жарайсың. Мына жерден ең бірінші ненің суретін көріп тұрмыз, соны айта қойма. Алма, жарайсың. Алма деген кезде біз бірінші қандай дыбыс естейміз? Алма. Дұрыс, жарайсың. Енді а деген әріппенен алманы қосамыз, кән? Қайда? Жоқ. Қайда тұр? Асып қалсай, ады. Сонымен алмаға апарамыз, кән? Жай, апара ғой. Дұрыс. Енді мынау ненің суреті, кән? Қоян деген кезде біз бірінші қандай дыбыс естейміз? Дұрыс. Кәне қайдамыз қайда? Дұрыс. Жарайсың. Келесі. Ненің суреті, кән? Ненің суреті? Жоғи. Лақ деген кезде біз бірінші қандай дыбыс естіп тұр бізге? Л, иә? Л дыбысы, кән? Л дыбысы? Жоқ. Асықпа. Жоқ. Жоғи, Л. О. Дұрыс, тамаша, қос. Енді мына ненің суреті? Доп. Доп деген кезде қандай дыбыс естіп бізге? Бірінші доп. Д. Қайда д? Д қайда? Жарайсың, қосамыз. Ал одан кейін ненің суретін көріп тұрсың? Нұрғиса, ненің суреті? Гөл деген кезде бірінші қандай дыбыс естіп бізге? Қандай дыбыс естіп тұр бізге? Айт, дұрыс, Г дыбысы. Кән қосамыз. Дұрыс. Жарайсың. Ең соңында ненің суретін көріп тұрсың ба жерде? Мынау ненің суреті? Саңырау құлақ. Саңырау құлақ деген кезде бізге бірінші қандай дыбыс естіп бірінші? С. Қайда с дыбысы қайда? Тауып ал бірінші, іздейміз, кән? О, жарайсың. Тамаша. Жарайсың. Рамазан аяқта суретке назар аударамыз, иә? Мына жерде бірінші ненің суретін көріп тұрсың, соны айта қойма, кән? Мына ненің суреті? Ненің суреті? Айтамыз? Ненің суреті? Орам? Орам шөп дейміз. Орам жапырақ деген кезде бірінші қандай дыбыс естіп тұр бізге? О, жарайсың. Тамаша. Ал мына ненің суреті? Жылқы деген кезде қандай дыбыс естіп бірінші бізге? Ж, иә? Айтамыз, кән? Дұрыс, қосамыз, кән? Ал, енді мына ненің суреті? Ірімшік деген кезде бірінші қандай дыбыс естіп тұр бізге? Ірімшік. Айтса, деп. Менен ірімшікті қосамыз, жарайсың.
одан кейін нені сурет мынау? Ай деген кезде ненің бірінші қандай дауыс еді бізге? Алихан. Жоқ. Я миығын ашып қот. Дұрыс. Енді дұрыс енді сол. Дұрыс. Одан кейін нені суреті? Жұмыртқа демейміз, ұя. Құстардың ұясы, ұя. Кәні, ұя деген кезде біз бірінші қандай дауыс естиміз? Жоқ. Дұрыс қой? Дұрыс. Нені суреті? От деген кезде бірінші қандай дауыс естеді бізге? От. Жоқ. От. Бірінші түсініңіз. Рамазан. От деген кезде от. О қайда? Ой жарайсың. Кәне? Тамаша. Қандай сурет көріп тұрмыз? Кән бірінші нені суреті тұр? Кән зере? Алма деген кезде бірінші қандай дауыс естеді бізге? Тамаша. Қоса ғой, кән. Жарайсың. Екінші ненің суретін көріп тұрсың? Қоян деген кезде біз бірінші қандай дауыс естедік қоямызға? Қоян. Қия, қайда? Қоса ғой, кән. Отыр ғой мына. Одан кейін ненің суретін көріп тұрсың? Ненің суреті? Ненің суреті? Лақ. Лақ. Кәні? Лақ деген кезде бірінші қандай дауыс естедік балалар? Лақ деген кезде. Кәні? Л қайда? Зере, Л қайда? Л қайда, Зере? Отыр ғой мына. Одан кейін ненің суреті? Доқ дегенде бірінші қандай дауыс естедік балалар? Қоса ғой, Д қайда? Д қайда? Д. Ең астында тұр ғой, Зере, ең астында Д. Қосамыз доққа. Жарайсың. Гүл. Кәні, гүл қайда? Гүл дегенде қандай дауыс естедік тұр бірінші? Г, кәні, Г әрпі қайда? Г. Енді өбесіне. Осы ғой, шатастырмайық та балалар? Жоқ. Өзі айтады, өзі біліп тұр ғой. Шатастырмасыныш балалар. Ненің суреті? Саңырауқұлақ, төбесінде не тұр мынау? Не тұр төбесінде, саңырауқұлақтың төбесінде? Ұлу, Саңырауқұлақ деген кезде бірінші біз қандай дауыс естедік бізге? Қоса ғой, С қайда? Дұрыс, қосамыз. Ой, жарайсың. Ең бірінші кімнің суретін көріп тұрмыз? Кім ол? Ең бірінші сол. Ата деген кезде бірінші қандай дауыс естедік бізге? Жарайсың. Екінші қандай сурет көріп тұрмыз? Кән екінші? Не деп айтамыз біз оны? Орын. Кән орындық деген кезде бірінші қандай дауыс естіледі? Жарайсың, тамаша. Дауысты ма, даусыз ба? Өлең айта алады. Дауысты ма, даусыз ба? Шатастырмаймыз бала. Екінші, ненің суретін көріп тұрмыз? Үшінші екен ғой, үшінші. Ортасында ненің суреті? Ненің суреті, Ахмат? Бірінші қандай дауыс естіліп тұр бізге? Диван деген кезде. Дұрыс айтасың. Одан кейін, ненің суреті? Шар деген кезде біз қандай дауыс естіп тұрмыз бірінші? Дұрыс, қоса қойған. Одан кейін ненің суретін көріп тұрсың? Дұрыс. Гүл деген кезде бірінші қандай дауыс естіп тұр бізге? Жарайсың. Одан кейін ең астында ненің суреті? Бота, немесе түйе ғой ол. Түйе деген кезде біз бірінші қандай дауыс естіп тұрмыз? Бала, түйе деген кезде біз Д естіп тұрма бірінші бізге? Т. Жарайсың, Ахмат. Ең бірінші кімнің суретін көріп тұрмыз? Кім ол? Ең бірінші сол. Ата деген кезде бірінші қандай дауыс естеді бізге? Жарайсың. Екінші қандай сурет көріп тұрмыз? Кән екінші? Не деп айтамыз біз оны? Орын. Кән орындық деген кезде бірінші қандай дауыс естіледі? Жарайсың, тамаша. Дауысты ма, даусыз ба? Өлең айта алады. Дауысты ма, даусыз ба? Шатастырмаймыз бала. Екінші, ненің суретін көріп тұрмыз? Үшінші екен ғой, үшінші. Ортасында ненің суреті? Ненің суреті, Ахмат? Бірінші қандай дауыс естіліп тұр бізге? Диван деген кезде. Дұрыс айтасың. Одан кейін, ненің суреті? Шар деген кезде біз қандай дауыс естіп тұрмыз бірінші? Дұрыс, қоса қойған. Одан кейін ненің суретін көріп тұрсың? Дұрыс. Гүл деген кезде бірінші қандай дауыс естіп тұр бізге? Жарайсың. Одан кейін ең астында ненің суреті? Бота, немесе түйе ғой ол. Түйе деген кезде біз бірінші қандай дауыс естіп тұрмыз? Бала, түйе деген кезде біз Д естіп тұрма бірінші бізге? Т. Жарайсың, Ахмат. Көріп тұрмыз, кән? Ненің суреті осана? Ненің суреті мынау? Ненің суреті? Осана? Ненің суреті? Айтса енді? Емес қой, шеге дегенде бірінші қандай дауыс естеді? Бала, шеге. Кән енді? Ш әрпі қайда? Қоса енді, Ш қайда? Қосамыз, кән? Ол ғой? Ол емес қой. Дұрыс. Алдан қай мезгілдегі сурет? Дұрыс. Қыс мезгілде. Қыс деген кезде бірінші қандай дауыс естіміз біз? Кән енді? Қ дыбысы қайда? Кәні Қ дыбысы? Қайда Қ дыбысы? Неға қараймыз, іздейміз ана үшін. Әріптерді іздейміз, кән? Осана іздейміз. Жоқ. Дұрыс қой, қосамыз. Одан кейін, ненің суреті? Не ол? Ненің суреті? Білеміз ғой мынаны. Ненің суреті? Күрек деген кезде қандай дауыс естіп тұр бізге? Күрек. Қайда? Қ қайда? К. Дұрыс. Одан кейін, ненің суреті? Балық деген кезде біз бірінші қандай дауыс естейміз? Кәні? Б қайда енді? Үш өзі айтады.
Одан кейін ненің суретін ал, кән? Ненің сурет тұр? Дұрыс. Ыдыс деген кезде бірінші қандай дыбыс естіп тұрмыз? Жоқ. Ыдыс деген кезде. Ы қайда? Дұрыс. Ал ең соңында ненің суретін көріпсің? Ең соңында. Домбыра деген кезде бірінші қандай дыбыс естіп бізге? Кәні? Ды қайда? Дұрыс қосыңдар. Дұрыс, жарайсың. Кабира, сол жерде бірінші ненің суретін көріп тұрмыз? Сағат, иә? Сағат дегенде біз бірінші қандай дыбыс естиміз? Сағат дегенде. Сағат дегенде қандай дыбыс естіліп тұр бізге? Дұрыс, кәні? Қайда? Апарып қосамыз. Жарайсың. Екінші ненің суретін көріп тұрмыз? Ненің суреті, Кабира? Ахмат, нені асма кеш? Ненің суретін ал? Алмот дегенде бірінші қандай дыбыс естіледі? Кән, айта қойшы, бірінші қандай дыбыс естіледі? Дұрыс. Әне, қайда? Әне, жарайсың. Енді екінші, үшінші ненің суретін көріп тұрмыз? Ненің суреті? Өріп дегенде бірінші біз қандай дыбыс естиміз? Қайда ө? Жарайсың. Ал одан кейін төртінші суретте не көріп тұрмыз? Қазақша айтамыз. Шыр? Шырша дегенде бірінші қандай дыбыс естіледі? Кән, шы қайда? Ахмат, шы қайда, шы? Қосамыз, кән? Ахмат шы тұрамыз, кән? Өзі білет. Ал, одан кейін суретте не көріп тұрмыз? Не ал? Дауыл. Не ол? Дауыл. Орам жапырақ деген кезде бірінші қандай дыбыс естіліп тұр? Асылым? Қандай дыбыс естіліп тұр? Айтамыз, кән? Дұрыс. Тамаша. Енді орам жапырақтың астында қандай суретті көріп тұрмыз? Ненің суретін көріп тұрмыз? Жылқы, иә? Жылқы дегенде бірінші қандай дыбыс естіліп тұр? Асылым, жылқы деген кезде бірінші қандай дыбыс естіледі бізге? Дұрыс. Енді ж дыбысын тауып апаралы қосалы, кән? Ж қайда тұр, ж? Асылым, түш өзі табады. Кәне, ж табамыз, кән? Жарайсың. Ал, одан кейін ненің суретін көріп тұрмыз? Ненің суретін, Асылым? Ірімшік, иә? Ал, ірімшік дегенде бірінші біз қандай дыбыс естіледі бізге? Дұрыс, кәне, қайда екен?